Мынау сырахана. Осы таңнан кешке дейін істеп тұр. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қалдарыңыз қалай? Жаңа видеоны байқасаңыздар, екі сырахана жолдың бойында жұмыс істеп тұр. Ашық, яғни карантиннің кезінде. Біз торговый дом, біз сияқты торговый домда істейтін адамдар, азық түліктен басқасының бәрі демалып жатыр. Сенбі, жексенбі күні. Ал жаңағы жолдың бойында тұрған екі сырахана ол жұмыс істеп тұр. Мен әуелгі бастапқы карантиннің кезінде байқағам, ол кісілер жұмыс істеп жатты. Қазір ғана мен сол жерден өтіп бара жатқан кезде Назым деген кісі келді қаладан, шамасы сол сэстан ба білмедім енді, сол жерді тексеріп жүрген қыз, сол жердегі азық түлік сатып жатқан апаға ұрсып жатыр. Сіз неге мына заттарыңыздың бетін ашық қалдырасыз? Неге сақтық шараларын қолданбайсыз деген сияқты осылай айғайлап жатты. Ал жанындағы екі сырахана бәрібір де істеп тұр, оларға ештеңе деген жоқ. Түсінбеймін, сыраханаларға рұқсат бар ма жұмыс істеуге? Соны түсіне алмай жатырмын.